Әйел адамдар хомосексуал ерлердің дене иісін хетеросексуал ерлерге қарағанда тартымды деп есептейтін осыған дейін білдіңіз бе? Білмесеңіз, бүгінгі видеомызда адамның дене иісі туралы көптеген қызықты мәліметтерді білетін боласыз. Дене иісі дегенде ол тек қолтықтың ғана иісі емес, барлық денеде, нақтырақ айтсақ тер бездерінен бөлінетін иіс. Тері бездері емес, тер бездері, яғни тер бөлетін бездер. Бұл тер бездері қолтық, маңдай, алақан, табанда молынан орналасқан және ер адамдарда әйелдерге қарағанда ірі әрі санында көп болып келеді. Осыдан ақ еге ер адамдар тершең келетін және жағымсыздау сезілетін білуге болады. Тердің өздігінен еш иісі жоқ, тек ол денеде қалса ондағы бактерия үзіліп түскен тер жасушалары арқылы жағымсыз иіс тудырады. Бірақ тер бездері барлық уақытта белсенді тер бөле бермейді. Мысалға, жыныстық жетілуге дейін тер бездері самарқау болады және сол себепті балалар қанша терлесе де иіс байқалмайды. Қорыққан сәтте алақан терлеу де тер бездерінің бір қызметі деуге болады. Қанша дегенмен зерттеулерде көбіне көп қолтықтан шығатын терді алып зерттейді, себебі ол біріншіден алуға ыңғайлы, екіншіден тер молына бөлінетін бірден бір жер. Сол үшін келесі болатын зерттеулердің бәрі қолтықтан алынған иіске негізделген. Көп адам біле бермеуі мүмкін, бірақ әйелдер қорқынышты фильм қарағаннан кейін денесінің иісі жағымсыз, тіпті мүлде жағымсыз болып кетеді. Мұндай қорытындыны Аустрияның ғалымдары 2002 жылы жасаған болатын. Бұл сурет олардың, яғни қатысушы әйелдердің қорыққандығының дәлелі, ал мына кестеде нейтрал фильм мен қорқынышты фильмнің айырмалығы көрсетілген. Еуропаның екінші бір елінде Чехияда тағы бір қызық зерттеу жасалған. Ғалымдар 17 жігітті 2 апта етсіз, 2 апта етті тамақтанғанда иіс қалай өзгеретін 32 бойжеткендерге бағалатқан. Жігіттер 2 апта бойы суға түспеу, қолтығын қырмау, темекі шекпеу, дәрі қабылдамаулары керек. 2 апта бойы ешқандай парфюм мен дезодорантқа да тыйым салынған. Енді нәтижесі қалай болды деп ойлайсыз? Таңғалатын шығарсыз, бірақ ет жемейтін ерлердің иісі ең жағымды әрі тартымды болып шықты. Бойжеткендер ет жейтіндердің иісін аса жағымсыз, мүлде жағымсыз, тартымсыз деп бағалаған. Бұл жерде мына затты айта кету керек. Әйелдердің иісті қабылдау ерлерге қарағанда жоғары және ол менструацияға байланысты өзгеріп отырады. Сол себепті ғалымдар овуляция кезінде алмауға тырысқан. Толық мақаланың сілтемесі дескрипшнде тұр, қызықтырсам оқи аласыз. Шетелде болған адамдар байқаған шығар, әртүрлі нәсілді адамдар әртүрлі иіс шығарады. Ол бір жағынан тамақтануға байланысты болса, екінші жағынан адамдық нәсілдік типіне байланысты болмақ. Адам геніне негізделіп әртүрлі амин қышқылдарын бөліп шығарады. Осы амин қышқылдары арқылы адамдар бір-біріне ерекшеленеді және иісі де әртүрлі болады. 2016 жылғы мына зерттеуде негізгі 3 түрлі нәсілдің терінің құрамы зерттелген болатын. Суретте көрсетілген құрамға байланысты, былайша айтқанда, ең аз иіс шығаратын ол азиялықтар. Азия елдеріне саяхатта болғанда да білетін шығар, ол жақта жақсы дезодорант табу ол кәдімгідей енді бір мехнат. Орталық Азия халықтары, оның ішінде қазақтар және Солтүстік Азия халықтары Еуропа мен Азияның ортасындағы көпір болғандықтан, денесінің иісі де солай, жарты да жарты. Кейбіреулерінде мүлде иіс шықпайды, кейбіреулері кәдімгі еуропалықтар секілді. Әйел адамдар ерлерге қарағанда иісшіл деп айтқанымдай, оған табиғи негіз бар. Дене иісінің құрылуына адамның иммунитеті де рөл ойнайды. Табиғатта әйелдер дені сау ұрпақ алып келу үшін дені сау күшті жар таңдауы қажет. Ал дені сау еркектің иммунитеті мықты болуы керек. Және әйелдер өздеріне бар иммунитет пен мүлде басқа иммунитет адамды таңдап, екеуінің де иммунитетін алған баланың дүниеге келуін қамтамасыз етеді. Сонда бала анасының да әкесінің де ауырған ауруларымен ауырмайтын болады. Оның бәрі әйелдердің мүлде басқа иісті жар таңдауына кәдімгідей негіз болады. Ғалымдар айтқандай, егер қазіргі отбасылар тек қана иіс таңдау арқылы құрылатын болса, онда ешқандай ауру болмас еді. Ауру демекші, адамның дене иісіне аурулар мен патологияларда әсері бар. Қант диабетіне зардап шегетіндердің аузынан үстіне ацетонның иісінің шығуы мысал бола алады. Кейбір генетикалық ауруларда триметиламинурияда адам денесіне шіріген балықтың иісі шығады. Себебі оның ағзасына нақты бір химиялық заттарды қорытатын ферменттер жетіспегендіктен, заттар терімен сыртқа шығады да жаман иіс береді. Кейбір зерттеушілер шизофренияның да ерекше иіс болатынын сезген, бірақ не себепті екенін әлі таппаған. Бұл аталған ғылыми жаңалықтар басқа да көптеген қызықты тақырыптар алда әлі қозғалатын болады. Сол себепті лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыз. Аталған мақалалар сілтемелерін дескрипшнға қалдырдым. Қарай аласыз.